Assalamu alaikum. Qulshuluqdan keyin tavba etu. G'alimlar adam qulshuluq jasagandan keyin istig'for etu kerak deydi. Misol uchun namoz o'qigandan keyin salim bergandan keyin ne deymiz? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. İstiğfar degan o'zi, ya'ni Alloh taoladan kechirim so'rav. Namozdan keyin istig'for etgandek, daretdan keyin de shunday istig'for bor. Daretdan keyin bir necha zikr bor. Aytiladigan so'larning biri Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk. Son siyaqda bo'lja aytgan zikrda Qur'on o'qigandan keyin de aytiladi. Ya'ni qisqacha aytganda, g'alimlar aytadi, qulshuluqdan keyin adam istig'for etu kerak. Alloh taoladan kechirim so'rav kerak. Sol siyaqda mana O'razay bitib jatir. Bu O'razayning ishinde qanchama qulshuluqlar jasaldi. O'raza ustaldi. Сөйтіп осы құлшылықтардан кейін бір үлкен истиғфар жасау керек екен. Себебі неге біз истиғфар қыламыз құлшылықтан кейін? Өйткені адам істеген құлшылығымен мақтанып қалуы мүмкін. Бұл мақтанышқа үжүб деп айтылады арабшасы. Үжүб дейтін нәрсе бар, бұл мақтану. Одан кейін кибір дейтін нәрсе бар, тәкаббарлық. Үжүб пен кибір, яғни үжүб пен кибірдің тәкаббарлық, қазақшада тәкаббарлық дейміз, арабта кибір деп айтады, өз бір сөз. Үжүб мақтану. Үжүб пен кибір айырмашылығы, үжүб сыртқа шықпаған тәкаббарлық. Ол бірінші үжүб болады. Үжүб деген ол іштен бір тәкаббар болады адамның ішінде. Мен қанша көп үлкен құлшылық жасадым, ішінде бір дауыс береді адам. Мен қанша құлшылық жасадым деп бір мақтаныш пайда болады ішінен. Бұл тәкаббарлықтың бастауы осы. Ішінде болған осы мақтаныш бұл үжүб деп айтылады. Тәкаббардың басы. Сыртқа шықса, тілімен мәселен айтады біреу, жүрісімен көрсетеді, көзімен бүйтіп көрсетеді, қолымен көрсетеді. Сыртқа шыққаннан кейін оның аты кибір болады. Яғни тәкаббарлық болады. Сөйтіп үжүб ол ішкі тәкаббарлық, кибір сыртқы тәкаббарлық. Екеуі де тәкаббардың бір түрі. Біреу бастауы, біреу жалғастыруы. Сөйтіп құлшылықтан кейін адам мен қандай көп құлшылық жасадым деп мақтануға басталады. Ішінен бір дауыс келеді. Міндет қылғандай болады да Алла Тағалаға. Болды, мен жеттім, мен бітірдім, менікі толық болды деген бұл үжүб, бұл харам, үлкен күнәлерден саналады. Кейбір үлемелер айтады, істеген амалы да жоят дейтін ғалимдер де бар. Енді адам болғаннан кейін осындай нәрсе пайда болады. Осы мақтаныш пайда болады бір нәрсені істегеннен кейін. Сол мақтанышты, үжүбті сындыру үшін истиғфар келеді. Оның емі, оның дәрісі, оның жоқ қылатын, әлін түсіретін, күшін түсіретін, жоятын истиғфар. Құлшылықтан кейін Алла Тағаладан кешірім сұрау керек. Яғни бұл кешірім сұрағанда мағынасы не? Яғни я Алла, мен істеген құлшылығымда кемшілік бар. Әлі мен толығымен істей алмадым.
degan bir mo'yindov. İstiğfar qilsak, Alloh taoladan kechirim so'rasak, bu mo'yindagan bo'lamiz. Kemshil istagan amalimizning kemshiligi bo'lganin mo'yindagan bo'lamiz. Shu sebepten namozdan keyin bo'lsin, hozir ro'za oyoqtal batır ko'p istig'for qaytaruv kerak deydi ulamolar. Bunun sebebi adam istagan amalına suyanib qalmau. Bo'ldi, men ko'p qo'shnilar jasadim, bo'ldi, men jetdim bir darajaga, bo'ldi, men tozaqdan qutuldim, bo'ldi, men jannatga kirem. Shunday maqtanish bo'lmau uchun istig'for 12 litda bitchitni chiqaradi. O'tir deydi o'tirgan jeriga. Sen ishdan emassin sen. Ya'ni o'z-o'zingizni mo'yindatasiz. Ya Allah, men kunamni kechir, ya Allah. Ya Allah, men istagan qo'shnilarim әлsiz, әлі жеткіліксіз, әлі кемшілігі бар деген мойындау. Осы Алла Тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін. Мына видеоны бөлісіңіздер. Одан кейін жақсы түсініп алып, үйдегілерге, масаларға түсіндіріңіздер. Алхамдулиллах Раббил Аламин.